Күн, ай және әтеш. Ертеде аспанда ағайынды 3 бала өмір сүріпті. Үлкені күн, ортаншысы ай, ал кішісі әтеш екен. Күн жерде тіршілік ететін адамдарға, өсімдіктер мен жануарларға, жарық пен жылу таратуға кеткенде, үйдегі кіші інілері ай мен әтеш үнемі келіспей қала береді екен. Бір күні әбден ыза болған ай әтешті айдарынан ұстап алып, жерге лақтырып жіберіпті. Кешке үйге келген күн болған жағдайды естіп біледі. Ашуға булығып айға, туған ініңді көзін қиып, қалай лақтырдың? Сендей рахымсызды көргім келмейді. Бұдан бұлай аспанға мен күндіз, сен түзінде шығатын боламыз. Ал әтеш жақын інім болып қала береді. Ол мені ұмытпайды дейді. Сол уақыттан бастап әтеш таң атысымен күнді көргенде «Кукареку» деп айғай салатын болыпты. Бұл амансыз ба күнаға деген екен. Ал кеш түссе қонақтауға кетеді. Өйткені аспанға шыққан айды көргісі келмейтін көрінеді.